2020 жылды Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев еріктілер жылы деп жариялағаннан кейін осы ақпан айынан бастап біздің қаламыздағы облыстық жастар ресурстық орталығының жанынан құрылған волонтерлар фронт офисінің сабақтастық бағыты бойынша еріктісі болып жұмыс жасаймыз. Негізгі өзімнің жұмысым мектепте біз қаламызда Абылай хан атындағы номер 140 қазақ орта мектебінің тәрбиесі жөніндегі орынбасармын. Сонымен қатар осы еріктілікті алып жүрміз. Демеушілердің көмегімен қала тұрғындарына қоғамдық орында бетперде тағуын қамтамасыз ету мақсатында күніне 1000 маскіден біршама уақыт маска тараттық. Біз біргеміз акциясы аясында көмекке мұқтаж отбасыларға азық-түлік тарату, оны бөлу жұмыстармен айналыстық. Оның өзі қыстың уақытында біршама уақытты, біршама күшті алады. Біздің қатарымызда осы кезде мысалға мектеп оқушысынан бастап егде жастағы адамдарға дейін бар. Ерікті болу үшін тек қолың ашық, жүрегің кең болса болды.